Сәлем, ана мен бала каналының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Меніңше жақсы деп ойлаймын. Астына комментарийға жазып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, қоя кетіңіз. Және де лайк басып, маған подписка жасаңыз. Бүгінгі сіздермен сөйлесетін әңгімеміз бізде 6-7 апталық жүктілік. Егер сізде 6-7 апталық жүктілік болса, онда мұқият тыңдаңыз. 6-7 аптасында көбінде аналар УЗИға барып жатады. Себебі 4 аптасында жүрек қалыптасқанымен, жаңағы жүрек қан тамыры қалыптасқанымен, оны жақсы бір УЗИ болмаса, кәдімгі ауылдағы УЗИстар жүрек соғысын дұрыс қарап бақылай алмайды. 6-7 аптасында көбінде УЗИға барып жатамыз. Ол кезде біздің баламыздың жүрек соғысы нақты естіліп тұрады. Егер де замерший болып жатса, онда жүрек соғысы естілмейді. Немесе көбінде кейбір жағдаяттарда внематочный дейді, тест көрсетеді, бірақтан УЗИда 6-7 апталығында баланың ұрықтың жаңағыдай белгісі көрінісі көрінбейді. Яғни ол внематочный деген трубаларымызда баланың тұрып дамып жатқандығын білдіреді. Ол кезде бізге операциялық көмек керек болады. Енді бұндай жағдаяттарды дереу УЗИдан шығып, дереу ауруханаға барып, врачпен кеңесу керек. Ал егерде сіздер УЗИға барған жағдайда баланың жаңағыдай жүрек соғысын естесіздер, жалпы құрылымын естесіздер, көресіздер, бала қалай дамып жатыр. Эмбрионның ең алдымен бізде миы нейрондары өте тез жылдамдықпен дамиды. Күнде. Және кеңірдегі, одан кейін көздің ойығындағы қарашықтары, құлақтың естетін мүшелері, және де жаймен дамиды, бірақ әлі естімейді. Және де өт, бауыр, бүйрек, біздің баламыздың ішкі ағзалары жаймен дами бастайды. Қараңыз, жүрек соғысын естіп көріңізші, УЗИде осылай естесіз. Бұның өзі ана үшін үлкен бір бақыт, Аллахтың берген бір нығметі, сыйы. Кішкентай ғана біздің миллиметр ғана, 2-3 миллиметр ғана шығатын эмбрионымыз, яғни болашақ баламыз, оның жүрек соғысы кәдімгідей үлкен адамдікі сияқты қатты және тез соғады. Бұл апталықтарда сізде мүмкін токсикоз болып жатқан шығар. Алдыңғы видеоларда мен токсикоз жайлы айттым. Ол токсикозда қазір баланың өті дамып жатқандықтан токсикозды тезірек басуға тырысыңыз. Яғни ұзақ уақыт токсикоз сіздің балаңыздың кейін туылғаннан кейін өт ауруымен ауыратын болып қалуы мүмкін. Сондықтан да токсикозды басатын амалдарды жасаңыз. Қосымша дәрігермен ақылдасып, системалар қабылдаңыз. Витаминді, макро витаминдерді қабылдаңыз. Жаңағы система арқылы. Ол туралы токсикоздан қалай құтыламыз видеосынан толық көре аласыз. Ал енді қараңыз, бұл апталықта сізге ашулануға, стресс болуға мүлде болмайды. Сізге тек демалу керек. Егерде астыңғы жағыңыз төмен тартып ауырса, онда дереу дәрігерге қаралыңыз, және де аяғыңызды көтеріп жатыңыз. Ауыр нәрсе көтермеңіз. Көп қатты тез қозғалыстарды жасамаңыз. Жатқан кезде де дереу атып тұрып, орныңыздан тұрып кетуге болмайды. Көбінде аяқ ауыр екенін ұмытып кетіп, осы алғашқы апталықтарда әйелдер қауымы алғашқы аяқ ауыр болған кезде әсіресе тез тұрып кетеді, немесе тез қозғалып кетеді. Ондай дүниелер сізге жаңағыдай денсаулығыңызға ауырлық келтіруі мүмкін. Психологиялық, эмоционалды күйіңіз өте қалыпты жағдайда болу керек. Егер сіздің айналаңызда тыныштық болмаса, сізге үнемі стресс әкеле беретін орта болса, ол жерден уақытша сәл-пәл ішіңіз шыққанша кете тұрыңыз. Бұл менің кеңесім. Перинатальды психолог ретінде және отбасы психологы ретінде психологиядан өте осындай мәселелер бойынша көбінде әйелдер түсік тастап жатады, және түсік тастағаннан кейін ұзақ уақыт бала көтере алмай жатады. Яғни психоэмоционалды күйіміз біздің баламызға әсер етеді. Аудио басында баланың миы нейрондары қарқынды түрде дамып жатыр дедім ғой. Анасы егерде ашуланса,
немесе стресс болса, одан кортизол гормоны бөлінеді, және балада да сондай гормон жауап ретінде бөлінеді. Яғни сіз қандай эмоцияны кешесіз, бала сол эмоцияны сізден үйренеді, және сол оның нейросеттерінде, яғни миында қалып қояды. Қазірінде көбіне коучтар айтып жатады ғой, түп сана, түпкі сана, сол біздің өмірімізге әсер етеді деп. Ол өтірік емес, ол рас. Сіздің осы аяғыңыз ауыр кездегі переживанияларыңыз, қорқыныштарыңыз, сіздің эмоцияларыңыз, көре алмаушылық, ашулану, ренжу, қорқу, ақшадан қорқу, адамдардан қорқу, жалпылама эмоцияларыңыз, сол эмоционалды күйіңіз баланың жадында сақталады, және ол кейінгі тағдырларына, оның ойлануына, оның өмірді қабылдауына өте қатты әсер етеді. Түп сана бөлінеді, түпкі сана, одан кейінгі сана болып, сосын емізген кезде де біздің ойлауымыз балаға гормондарымыз сүт арқылы барады. Сондықтан да қазіргі өзіңіздің күйіңізге өте қатты қатаң мән беріңіз. Қазіргі жағдайда сізге жаңғақтар, түрлі жаңғақтар және аскөктер, яғни шөптер, жасылды өсімдіктер мен көкөністер жеуге кеңес беремін. Сәбіз, мандарин, апельсин сияқты жеміс жидектерді жеуге кеңес беремін. Қай мезгілде сіз, мысалға қыс мезгілде болсаңыз, 6-7 аптақта қыс мезгіліндегі бар жеміс жидектерді жей беріңіз. Қараңыз, 12-14 аптаға қарай цитрустарды азайтқан жақсырақ. Себебі аллергиялық, кейін бала туылған кезде аллергияға бейім бала болып өсуі мүмкін. Сондықтан дәл қазіргі уақытта жеп қалыңыз. Және де йод витамині бар ғой, йод тамшыланған айхербтің немесе басқа да өзіңізге ыңғайлы аптекаларда бар болса, йод витаминін және аналарға арналған, аяғы ауыр аналарға арналған витаминдер комплексін ішуге кеңес беремін. D3, D3 дәрумені, омега-3 дәруменімен қосып ішіңіз. Таңғы асқа өте мұқият болыңыз. Таңғы асты витаминге бай астардан, тамақтардан бастап жеңіз. Ол болуы мүмкін жұмыртқа, және де каша, сүт өнімдері, творог, айран, сосын сарымай, табиғи сарымай, соны тұтынуыңыз өзіңіздің денсаулығыңызға өте жақсы әсер етеді, және балаға да. Таза ауада серуендеңіз, қыдырыңыз, демалыңыз, ауыр көтермеңіз. Өзіңізге мұқият болыңыз, және де автобустарда жүрмеуге кеңес беремін. Автобустарда қысылып жүретін болсаңыз, онда сондай автобустарға отырмауыңыз керек. Бұл угрозаның алдын алады. Сіздермен болған Сара Райымбекқызы, бұл ана мен бала каналы. Каналыма подписка жасаңыз, және де комментария қалдырыңыз. Сіз қай аптадасыз, сізге қандай темалар қызық, сол жайлы жаза кетіңіз. Және менің каналыма подписка жасаңыз, бұдан да көбірек жақсы мағлұматтар берілетін болады.